Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Эфирде Алдаспан хабары. Студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының құқықтық мәселелер бойынша директор орынбасары Натбаев Ғазизбек Иманбекұлы біздің студияда қонақта. Студияға қош келдіңіз. Мінекей, жалпы біздің елдің кәсіпкерлерін қуантқан ұлттық кәсіпкерлер палатасының құрылғаннан бір жылдан астам уақыт болды. Дәл осы бизнесті қорғау кәсіпкерлер палатасының негізгі мақсаты, негізгі бағытының бірі. Сонда оларды кімнен қорғайсыздар, негізгі палата? Кәсіпкерлерімізді. Өздеріңізге белгілі, дұрыс айтасыз. Бір жылдан астам уақыт ұлттық кәсіпкерлер палатасы қызмет атқарып келеді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заң қабылданған 2013 жылы шілдеде. Сол заңның талаптарына сәйкес ұлттық кәсіпкерлік палатаның басты міндеттерінің бірі ол кәсіпкерлердің заңды мүдделерін, құқықтарын қорғау. Бұл жерде енді кімнен қорғайсыз болған кезде өзіңізге белгілі, қазір елбасымен, елімізбен, үкіметпен кәсіпкерлікті даму бағытында өте үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Кәсіпкерлік ол біздің экономикамыздың басты тірегі десек болады. Себебі бюджеттің толтырылуы осы кәсіпкерлердің дамуына, кәсіпкерлердің табысына байланысты. Сол себептен де ал енді күнделікті жұмысында кәсіпкерлер әртүрлі заңсыздықтармен де кездесіп жатады. Ол жағдай енді ешкімге жаңағы емес, жасырын емес. Мысалы, кейбір жерлерде болады жаңағы заңсыз мемлекеттік органдардың заңсыз әрекеттері болып жатады. Мемлекеттік қызметкерлердің, кейбір жеке тұлғалардың заңсыз әрекеттерінен кәсіпкерлер өздерінің бизнестеріне келіп жатқан нұқсан туралы айтылып жатады. Бұл мәселе. Сол себептен енді басты біздің мақсатымыз осы кәсіпкерлердің жұмысын оңайлату үшін және кәсіпкерлерге келтіріліп жатқан жаңа кедергілер, әкімшілік кедергілер деп айтамыз, әкімшілік кедергілерді заңсыз қойылып жатқан. Және де заң нормаларында орын алып жатқан кейбір артық кеткен жаңағы кедергілер болатын болса, ол мысалы қажеті жоқ, мемлекеттік бақылау құзырына да қажеттілігі жоқ бола тұра, ондай нормалар болып, кәсіпкерлікке дамуына, кәсіпкердің жұмысына зиян тигізіп жатса, осындай нормаларды анықтап, оларды жою бағытында біз ұсыныс береміз, үкіметке ұсыныс береміз, заң нормаларын, жаңағы қаулылар бар, бұйрықтар бар, нормативтік, солардың жаңағы нормаларын өзгерту туралы ұсыныстар береміз. Ол да біздің құзырымызда бар. Міне осындай бағыттарда жұмыс атқарамыз. Жақсы, Ғазизбек Иманбекұлы, түсінікті. Дәл осы қорғау туралы нақты мысалдарды келтіре аласыз ба? Енді былтырғы жыл атқарған жұмыста ең бірінші былайша ең үлкен деп бүйтіп атап өтетін болсақ, енді жалпы былтыр мысалы Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасына құқықтық мәселелер бойынша 200-ден астам арыз шағым келіп түсті жеке кәсіпкерлерден. Оның ішінде 160-ға жуығы мынау бұзылған құқықтар мен мүдделерін қорғау туралы. Осының 50%-дан астамын біз оң шешімін таба білдік. Яғни ол жерде біз жаңағы ең бірінші құқық қорғау органдарымен, оны атап өтетін болса, Оңтүстік Қазақстан облысының прокуратурасымен біз меморандум жасасқан болатынбыз, осы бірлесе қызмет атқару бойынша. Және де осы біздің берген ұсыныстардың негізінде прокуратура органдарымен сол келтірілген жаңа дәлелдемелерді қарап, және де мынау көрсетілген фактілер бойынша тексерулер жүргізіліп, кәсіпкерлердің құқықтары қорғалды. Енді үлкен деп бүйтіп атап өтетін болсақ, мысалы, былтырғы жылы Қайнармай жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты бірнеше жылдар бойы созылып келе жатқан қылмыстық істің қысқартылуына біз қол жеткіздік. Одан бөлек мынау мақта өндірісінде, мақта шаруашылығында қызмет атқаратын Пагара мақта Яссы Групп деген жауапкершілігі шектеулі серіктестер, тағы да бірқатар жауапкершілігі шектеулі серіктестерге қатысты мынау жаңағы мемлекеттік бюджетке өндіру туралы талап арыздарды біз оның жаңағы заңсыз екенін дәлелдеп қорғап қала білдік. Ол жерде енді жалпы сомасы біздің есептеуіміз бойынша былтырғы жылы 500 миллионнан астам соманы біз өзіміздің өңірдің кәсіпкерлеріне былайша айтқан кезде жаңағы үнемдеуге қол жеткіздік. Жақсы. Ғазизбек Иманбекұлы, келесі сауал. Жалпы осы ұлттық палатаға кәсіпкерлер қандай мәселе бойынша жүгінеді? Оларды қалай шешіп отырсыздар? Енді жалпы айтатын болсақ, жаңа айтып отырмын, құқықтық мәселелер бойынша бізге жаңа 200-ден астам арыз келіп түсті. Оның ішінде біз енді саралауда жүргізіп отырамыз, анализ жасау, сараптама жүргізуде біздің міндетіміз. Сол сараптаманың нәтижесінде біздің байқап отқанымыз ең бірінші, ең үлкен мәселе мынау кәсіпкерлерге қазіргі қала аумағында және осы өңірлерде Оңтүстік Қазақстан облысында келтіріліп отқан көпшілік бізге түскен арыздар бойынша қарасақ, көпшілігі дерлік жер саласында. Яғни жер алу, оның нысаналы мақсатын өзгерту, құрылыс жүргізуге жаңа рұқсат алу, техусловия алу, жаңағы мынау сәулет жоспарлау
жобасы деп аталады, АПЗ дейді. Соны алу барысында жаңа келтіріліп жатқан кедергілер бойынша, одан кейінгі мынау мемлекеттік сатып алу барысында жіберіліп жатқан олқылықтар, жаңағы заңсыз іс-әрекеттер мемлекеттік органдардың. Одан кейін келетін болсақ, заңсыз кейбір тексерулердің орын алып отыр. Салық саласында мысалы, және де осылай кете береді. Мынау техусловие алу мәселесі, мынау жаңадан салынған нысанға жаңағы электр жаңағы желісін қосу, газ құбырын қосу, жаңағы су қосу деген сияқты, канализация жүйесіне қосу, осы жерлерде бірқатар мәселелер бар екені біз көріп отырмыз қазіргі таңда. Жалпы осындай, ол бағытта да біз жұмыс атқарып жатырмыз. Біз мысалы былтырғы жылы осы анализдің сараптаманың нәтижесінде орталық аппаратқа ұсыныс енгіздік, және де ол ұсыныстарымыздың бірқатары өзіңізге белгілі, былтырғы жылы осы 29 желтоқсанда қол қойылған кәсіпкерлікті дамытуға түбегейлі шаралар туралы заң қабылданды. Елбасымен қол қойылды. Ол жерде 129 заңдық актіға өзгерістер енді, оның ішінде 12 кодекс бар. Осы енген өзгерістердің ішінде біздің де берген ұсыныстарымыз орын алды. Енді оларды енді былай атап өтетін болсақ, мысалы жер саласына келетін болсақ, мысалы нысаналы мақсат өзгерту дейді. Нысаналы мақсатты өзгерту, біз жаңағы айтып отырмыз, жер саласында өте көп арыз келіп түсті. Сол себептен біз енді зерделедік оны. Нысаналы мақсатты өзгерту саласында артық әкімшілік кедергілер орын алып отқанын біз байқадық. Мысалы сіз бір коммерциялық түрде қызмет атқарып отырсыз, көз актіңіз бар жерге, нысаналы мақсатын өзгертіңіз келсе, мысалы магазиніңіз болды, кафе істегіңіз келсе, ол жерде сіз бүкіл процедураны жер нысаналы мақсатты қайтып өтуіңіз керексіз. Яғни арыз жазу керек, комиссиядан өту керек, жаңағы заключение алу керек, дело жасау керек, қайтадан қаулы шығару керек әкімнен. Осы мәселеде біз ұсыныс енгізіп, қазіргі таңда жер кодексінде ол мәселе өзінің орнын тапты. Яғни елді мекендердің жерлері 4 функционалдық зонаға бөлінетін болды бұдан былай. Яғни ол коммерциялық нысандағы жерлер, жеке тұрғын үй жерлері, әлеуметтік нысандағы жерлер және басқа да жерлер болып бөлінетін болды. Және де осының ішінде мысалы бір функционалдық зонаның ішіндегі жерлер нысаналы мақсатын өзгерту қажет емес. Яғни мысалы коммерциялыққа арналған жеріңіз болса, магазиніңіз болса, сіз свободно нысаналы мақсатын өзгертпей, жаңағы АПЗ-ыңызды алып, құрылысыңызды жасап, басқа нысандағы коммерциялық нысанды соға берсеңіз. Қай уақыттан бастап бұл заң күшіне енді? Ол заң осы қаңтардың 15-нен күшіне енді. Енді точно датасын қазір қаңтардан 2015 жылдан күшіне енді. Ол жаңағы жер кодексіне тиісті өзгерістер енді. Одан бөлек мынау жаңа айтып отырмын, электр жаңа желілеріне, басқа да желілерге қосылу мәселелері бойынша да ол жерде қиыншылық туғызатын мәселе, мынау қосылатын кезде техусловие деген бар. Техусловие алу үшін техникалық шарттар. Яғни ол сіз нысаныңызға қай жерден қосып ала аласыз, қай трансформатордан болмаса қай станциядан қосып ала аласыз. Соны көрсетіп беру керек. Оны көрсеткен кезде мынау мәлімет жоқ, ашық мәлімет жоқ. Яғни қай трансформаторда қандай мүмкіншілік бар. Сіз барасыз, сізге айтады, бұл жерде мүмкіншілік жоқ, ана жақтан қосып ал дейді. Ол бір 2 километр жерде орналасқан трансформатор, мысалы, ол сізге қосымша шығын. Сол себептен енді заңға өзгеріс енді, электроэнергетикасы туралы заңға өзгеріс енді, бұдан былай жаңағы бүкіл монополистер өздеріндегі бар трансформаторлар бойынша, жаңағы станциялар бойынша бүкіл мощностьтарын ашық түрде жариялауға міндетті. Яғни электронды база жасақталынатын болады. Ол бойынша енді жұмыс былтырдан басталып кеткен. Менің мәліметім бойынша біздің монополистер ол мәселені уже дайындап, жақын арада сайттарға орналастырады, және де ол бізде келісім бар, біздің де кәсіпкер инфо сайтында да орналастырады деп ойлаймыз. Ғазибек Иманбекұлы, өзіңіз айтқан сөзіңіздің жаны бар, өзіңіз айтып отырсыз. Осы жер нысаналы мақсатын өзгерту кезінде көптеген қиындықтар кезіледі. Көптеген біздің қала тұрғындары, кәсіпкерлер хабарласып өз өтініштерін айтып жатады. Осы қағазбастылық тым көптігі, уақыттың көп ұзақтығы. Мәселен, нысаналы мақсатын өзгертетін кезде көбінесе көп қалалық жер қатынастар кадастрінде жылдап жатып, жылдағы уақыт шешімі шықпай жатып қалады дейді. Осының барлығын біз мәселелер шешімін таба алдық па? Бүгінгі таңға енді біз бұл шешімін енді жылдан қордаланып қалған мәселелер білесіз. Қағазбастылықтың санына азайтып. Біз оның бәрін жаңа зерделеп, өз ұсыныстарымызды бердік. Енді бірінші бастамасы мынау жаңа заңға өзгеріс енгізілді. Одан бөлек осы жаңағы созбалаңдыққа салынып жатқан мәселе, ол заңда барлық уақыттар, яғни рәсімделу уақыттар белгіленіп қойған. Олар қысқаша келтірілген. Мысалы, комиссия қаралғаннан кейін 7 күн ішінде қаулы шығарылуы керек. Осындай уақыттардың бәрі, сроктар дейміз, мерзімдер белгіленіп қойған, бірақ алайда кейбір мемлекеттік қызметшілер бар, жаңағы сол салада қызмет атқаратын жаңағы азаматтардың олқылықтарынан жаңағы
босаңсыздығынан мүмкін ол нәрсе өз уақытысында орындалмай жатады. Енді бұл мәселені біз қазіргі таңға өз деңгейімізде шешу жолын қарастырып, қала әкімдігімен келісімге келдік. Сөйтіп, осы салада, жер және архитектура саласында бүкіл қордаланған мәселелерді шешу үшін контактный группа жұмыс тобын құрдық. Оған жаңа біздің кәсіпкерлер палатасының өкілдері және де әкімшіліктің тиісті өкілетті органдары кіретін болады. Және де кез келген мәселе бойынша, мысалы сондай созбалаңдыққа салынып жатқан, болмаса жаңағы заңсыз қайтарылып жатқан мәселелер бойынша біз оны оперативті түрде, жедел түрде, ешқандай қағазбастылыққа салынбай, жедел түрде телефонмен хабарласып, көрсетіп, мінекей мына жерде мынандай нәрселеріңіз орын алып жатыр, бұл ертеңгі күні сіздерге де зиян тиюі мүмкін, кәсіпкерге зиян тигізіп жатыр. Осы мәселені жедел түрде шешейік деп, бірінші басшылардың дәрежесінде бұл мәселені шешіп отыруға келістік. Қазіргі таңда ол жұмыс тобы құрылу барысында, мен ойлаймын, келесі аптадан бастап ол жұмыс тобы өз жұмысын бастайды. Жақсы түсінікті. Енді жалпы палатаның алдағы жұмыстың жоспары мен межесіне тоқталмас бұрын өткен жылға кішкене шегін жасасақ, жалпы өзінің палата өткен жыл 2014 жылы қаншалықты міндетін атқара алды? Жалпы жұмыстың ұлттық палатаның өткен жылдағы жыл жұмысына сипаттама бере кетсеңіз. Енді жалпы айтатын болсақ, өткен жыл жаңада басында да айтып өттік, палата енді құрылған ұйым, бір жылдан енді астық. Былайша тарихқа үңілетін болсақ та, біздің мемлекетіміздің тарихында бұндай ұйым болмаған, енді құрылып жатқан мәселе. Алайда мынау алдыңғы озық еуропалық жаңа басқа мемлекеттердегі экономикасы дамыған мемлекеттер тәжірибеге қарайтын болсақ, бұндай ұйымдардың өз орнын тауып, және де осы кәсіпкерліктің дамуына үлкен атсалысқанын енді былтырдан бері айтылып жатыр, ол мәселе бәрімізге мәлім. Енді былтырғы жылы бізде бірінші жыл болғандықтан өзімізді таныту, көрсету жылы болды деп санаймын. Жалпы айтқан кезде әрине қойылған бірқатар мәселелерге мүмкін қол да жеткізілмеген шығар, енді бәрі бір күнде бола қоймайды. Алайда енді жалпы айтқан кезде палата бүгінгі таңда өзінің орнын кәсіпкерлерге көмек саласында, кәсіпкерлердің алдында және мемлекеттік органдармен қарым-қатынас саласында өз орнын таба білді деп санаймын. Оған дәлел мысалы біздің былтырғы жылы кәсіпкерлермен де жұмыс жүргіземіз. Біздің тағы бір бағытымыз жаңа құқық қорғау болса, бірінші бір бағытымыз, тағы бір бағытымыз кәсіпкерлерді біріктіру, ұйымдарға, одақтарға, ассоциацияларға біріктіру мәселесі. Мысалы былтырғы жылы біздің жаңағы ұсынысымызбен осы саладағы кәсіпкерлерді жинап, бұл кісілермен әңгімелесіп, бұл біріккеннің пайдасын көрсетіп, айтып, және де палатаның тарапынан қандай көмек болатынын ол кісілерге айта отырып, оннан астам ассоциациялар құрылды. Кәсіпкерлер бүгінгі таңға жаңағы арыздарды айтып отырмын. Жалпы алған кезде былтырғы жылы бізге палатаға, менің мәліметім бойынша, жалпы 500-600-ге жуық арыз келіп түсті, арыз шағымдар. Яғни ол кәсіпкерлердің біздің палата туралы білетіндігі, естіп жатқандары және осы палатаға үміт артып келіп жатқандығы бір дәлелі. Енді биылғы жылға да біз үлкен жоспарлар қойып отырық, жұмыстар атқарамыз деп ойлап отырық. Қазіргі таңға былтырғы жылы біз ең бірінші мемлекеттік органдармен жаңа айтып өттім ғой, ортақ площадкалар дайындау, консультативті кеңесші органдар деген бар. Солардың құрамына кіру мәселесі, яғни ол жерде жаңа кәсіпкерлердің мүдделерін қараған кезде қорғай білетін, сол жерде кәсіпкерлердің мүдделерін білдіру үшін біз ол консультативті кеңесші органдардың құрамына кірдік. Және де басқа да мысалы комиссиялар, жер туралы комиссиясы бар, градсовет деген бар, мысалы субсидия беру комиссиялары, мысалы региональный координационный совет деген бар, мысалы мемлекеттік бағдарламалар бойынша көмек көрсететін комиссия. Солардың бәрінің құрамына кәсіпкерлер палатасының өкілдері және кәсіпкерлер өңірлік кеңес мүшелері енгізілді мүше ретінде, және де ол дәрежеде біз қазіргі таңда кәсіпкерлерді қорғауға мүмкіншілігіміз бар. Былайша айтқан кезде былтырғы жыл біз осы контактілерді былайша айтқан кезде бір-бірімізбен қарым-қатынасты нығайту жылы болды. Енді қазіргі таңда ол қарым-қатынастардың бәрі өз жолына қойылған, әлі де бірқатар атқаратын жұмыстар бар. Алайда біз қазіргі таңға өзіміздің жаңағы заңда белгіленген мүмкіншіліктерімізді, заңға белгіленген міндеттерімізді орындауға толық қабілетті ұйым болып қалыптастырылдық. Менің ойымша енді тек қана кәсіпкерлерден мәселелер болса, туындаған мәселелер болса, тек қана бізге келіп жатса, біз ол мәселелерді шешуге дайынбыз.
Кез келген кәсіпкер бір кедергі туындай қалса, ұлттық палатаға барып өзінің құқығын қорғауына болады ғой. Иә. Ол енді құқықтық жағына келетін болсақ солай, яғни кез келген кәсіпкер, дұрыс айтасыз, өзінде қандай да бір, мысалы, тексеру жүргізілу, мысалы, қазір енді білесіз, мораторий бітті, тексерулер болады. Тексеру жүргізу барысында оған келді бір жерде бір рұқсаттама қағаздарын алу қажет болып жатады. Ол жерде бір кедергілер, қандай да бір кедергілер кездесіп жатса, болмаса бір құқықтарын заңсыз біреулер мүдделерін таптап жатса, құқықтарын бұзып жатса, кез келген мәселе бойынша біздің палатаға келсе, болмаса жаңағы өңірлерде, бізде аудандарда өздеріміздің өкілдіктеріміз бар, өкілдіктерімізге келсе, бізде толығымен жаңағы рычаг дейді, былайша айтқан кезде бізде барлық тетіктер қалыптастырылған, және де біз оны жедел әрі жаңағы кәсіпкерге тиімді уақыттарда шешіп беруге дайынбыз. Түсінікті. Ғазизбек Иманбекұлы, сұхбатымызды жалғастырайық. Жалпы кез келген мемлекеттің әлеуетінде жақсартатынды шағын және орта бизнес, оны елбасы нақтылап айтқан болатын. Бірақ біздің елде көбінесе көп сол орта бизнеске қолдау көрсеткеннен бірі тексеріп жаншуға құмар екендігін біздің көптеген елдің атақты кәсіпкерлері елбасы алдында тапсырма қойған еді. Соған байланысты мораторий жарияланды. Ол 2015 жылдың осы ағымдағы жылы 1 қаңтардан бастап мораторийдің мерзімі аяқталды. Ендеше тексерулер қалай жүргізіледі, кәсіпкерлеріміз болса, құлағдар болсын, тексеру жұмыстарында қандай өзгерістер бар заңдық тұрғыда? Енді дұрыс айтасыз, ол тексеру үлкен кедергілердің бірі болады, егер ол жаңағы артық тексеру болса. Алайда енді тексерусіз де болмайды, кейбір жағдайларда жаңағы кейбір салалар бар, ол халықтың, өкіметтің, жаңағы мемлекеттің мүдделерін бұзуы мүмкін, болмаса жаңа халықтың денсаулығына, өміріне зиян тигізуі мүмкін салалар бар. Ол жерлерде тексеру, бақылау болмаса болмайды. Сол себептен енді бұл мәселе былтырғы жылы жаңа елбасымыз жарлығымен мораторий жариялаған болатын 31 желтоқсанға дейін 2014 жылдың, және де сол жарлықта бірқатар мәселелерді атап өткен болатын. Ол дегеніміз 15 жылдың 1 қаңтарынан бастап жоспарлы тексерулерді алып тастау, кіші және орта кәсіпкерлікке қатысты, және де мынау кәсіпкерлік саласын, кәсіпкерлерді тексеруді, мынау тәуекелдерді бағалау жүйесіне көшу. Яғни бұрынғыдай тотальный контроль дейміз, жаппай тексеру емес, яғни кәсіпкерлердің өздерінің жауапкершілігін арттыру мәселесі. Яғни кәсіпкер өз шаруасында өз жауапкершілікті қарап, салықтарын уақытылы төлеп, ешқандай оған арыз шағым түспей, өз жұмысын дұрыс атқарып отқан болатын болса, заң талаптарына сәйкес. Ондай болатын болса, оған жалпы тексеру бармау керек. Осы мақсатты қойған болатын өкіметтің алдында да, және де ол бағытта біздің ұлттық палатаның тарапынан да бірқатар жұмыстар атқарылды, зерделеніп, ұсыныстар берілді, және де жаңа ілгеріде атап өткенімдей, мынау түбегейлі өзгерту туралы, кәсіпкерліктің жағдайын түбегейлі өзгерту туралы, шаралар туралы заң қабылданды. Сол заңда бірқатар жаңа өзгерістер енді. Оны атап өтетін болсақ, мынау тексеру жүйесі қазіргі таңға басқа жүйеге көшті. Яғни тексерілетін нысандар тобы 4 топқа бөлінді. Бірінші топ ол жаңағы атап өткен мынау халықтың жағдайына, азаматтардың өміріне қауіп төндіретін салалар, радиоактивті заттармен, атом энергиясында, болмаса жаңағы санитарлық эпидемиологиялық саласында, және тағы сондай жаңағы аса қауіпті салаларда қызмет атқаратын топ кәсіпкерлер, мысалы, ол кәсіпкерлерге қатысты былайша айтқан кезде тексерулер, жоспарлы тексерулер қалды. Оларға жаңағы тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі қолданылатын болды. Ол яғни жоспарлы тексеру, және де бұл жерде жаңа атап өтетін мәселе, егер тәуекел дәрежесі өте жоғары болатын болса, оларға жарты жылда бір рет тексеру жүргізіледі. Ең жаңағы мерзімділігі жарты жылда бір реттен аспау керек. Яғни жарты жылда 2 рет тексеруге болмайды деген сөз. Ал егер одан төмен болатын болса, екінші топ болатын болса, онда 1 жылдан 1 рет. Сонда 1 жылда 2 тексеруде бол мүмкін ғой? Егер жаңа өте жоғары, қауіптілігі жоғары нысан болатын болса, 1 жылда 2 тексеру. Ол енді бірінші топ. Бұл бірінші топ, былайша айтқан кезде кәсіпкердің көп саласын қамтымайды, енді жаңа белгіленген өте аса қауіпті деген салалар. Екінші топқа өздеріне қатысты ішінара тексеру, жоспардан тыс тексеру және тексерудің және бақылаудың басқа түрлері қолданылатын топ. Бұл жерде атап өтетін болсақ, ішінара тексеру дегеніміз ол бұрынғы болған тексерулердің нәтижесін қайта тексеру қажет болған жағдайда, және де мынау жаңағы арыз шағымдар түскен жағдайда, және де арыз шағымдарда бұл жерде жаңағы дәлелді арыз шағымдар түскен жағдайда, және прокурордың ұсынысымен, тапсырмасымен, тек қана прокуратураның тапсырмасымен және мемлекеттік органдардың қандай да бір жаңа мемлекеттің мүддесіне зиян тигізіп отқан туралы арыздар негізінде ғана ішінара тексеру жүргізілуі мүмкін. Осы топ, екінші топ.
Және де бұл жерде екінші топтың кәсіпкерлер үшінші топқа ауысу мүмкіншілігі бар. Ол үшін өздерінің жаңағы азаматтық жауапкершіліктерін, өздерінде жаңағы тұтынушылардың алдындағы азаматтық құқықтық жауапкершіліктерін сақтандырған жағдайында, онда үшінші топқа ауысады. Ал үшінші топта тек қана жаңағы арыз шағымдардың негізінде, және де қадағалау мен бақылаудың өзге түрлері, яғни камералды контроль, былайша айтқан кезде сондай тексерулер ғана жүргізілетін үшінші топ. Төртінші топ ол тек қана қадағалау мен бақылаудың өзге түрлері, яғни оларға тексеру бармайды. Тек қана мына жақта жаңағы олардың тапсырып жатқан жаңағы есептері, және де басқа да нелер бар, нысандар бар, источник дейміз ғой. Сол источниктерден алынған мәліметке сәйкес бақылау жүргізіліп отыратын болады. Осылай осындай 4 топқа бөлінетін болады кәсіпкерлер, және де осы топтарға жатқызылуына байланысты тексерулер жүргізетін болады. Енді жалпы келген кезде жалпы тексерулердің 60%-ға дейін қысқаруы көзделіп отыр. Осы өзгерістің негізінде, осы реформаның негізінде. Жақсы. Байызбек Иманбекұлы, айтып жатырмыз ғой, кәсіпкер бірінші кәсібін ашу үшін пәленбай мың құжаттарын дайындайды, оны шешімін күтеді. Одан соң осы тексерулер болады. Одан кейінгі тағы бір үлкен кедергілердің бірі десек те болады, мәселен осыны салықты өтелеуі. Одан кейін жаңадан аты өзгерген кіріс департаментіне есебін беруі, әр ай сайын өзің беретін уақыт бойынша. Осыларға байланысты кәсіпкерлерді қолдау, олар жеңілдетуге байланысты бұларға да өзгеріс енгізілуі мүмкін бе осы саласына қатысты? Бұл салада да бірқатар өзгерістер енді. Мысалы, бұрынғы ең үлкен бір проблемалардың бірі кәсіпкерлердің біз енді зерделеуіміздің нәтижесі бойынша, ол мысалы мынау біткен кәсіпкерлік атқарып жатқан мысалы ұйым құрылады ғой. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрылады, акционерлік қоғам құрылады, және тағы басқа. Жеке кәсіпкер болады. Бірақ бір жұмыстан кейін ол жаңағы өзінің қызметін тоқтатады. Сол тоқтатады да басқа жаққа, басқа қызметке, болмаса басқа жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашады. Ана жауапкершілігі шектеулі серіктестікті болмаса ұйымды жабу үшін өте ұзақ мерзім алатын тұғын. Себебі ол жаңа салықтық тексеру жүргізілу керек, және де ол жылдап 5 жылға дейін жататын тексеру керек, не қылу керек. Сонымен ол үлкен проблемалар. Бұл салада үлкен өзгеріс орын алды. Бұл жерде яғни жаңағы бұдан былай осындай мемлекет жаңағы ұйымды жұмысын тоқтату үшін салықтық міндетті түрде салық органын тексеру қажет емес, аудиторлық тексерудің негізінде жабуға мүмкіншілік болды. Және де тағы бір мәселе, мынау жаңағы мөр мәселесі де, жаңадан ұйым ашып жатқан кезде міндетті түрде мөр болу керек деген мәселені де заңнан алып тастады. Және тағы сондай бірқатар өзгерістер орын алды. Бұл жаңағы салық төлеу саласында, салықпен қарым-қатынас саласында. Одан бөлек біз өзіміздің тарапымыздан жаңадан құрылған енді үлкен ұйым құрылды. Мемлекеттік кірістер комитеті жаңағы министрлігі құрылды, оның арасында мына жерде департамент құрылды. Осы департаменттің құрылған кезінен бастап бұл кісілермен бізде тығыз қарым-қатынас орын алды, және де меморандумға қол қойдық былтырғы жылдың соңында. Және де осы жаңа айтып өттім ғой, бізде мынау контактный группа, жұмыс тобы, контакт топтары өзінің былтырғы жылы 1-2 топ құрдық, және де сол салаларда жұмыстың жақсарғаны және кәсіпкерлерге көмектің өте жаңа былайша айтқан кезде нәтижелі түрде көрсетіліп жатқанын біз көрдік. Сол себептен сол тәжірибені біз енгіздік. Ол жерге де ол кісілермен меморандум қол қойған кезімізде сондай контакт топ құрдық. Қазіргі таңда ол жұмысын бастады. Жаңа кез келген кәсіпкер осы салық саласында, болмаса не саласында, кеден саласында қандай да бір кедергілер болмаса жаңағы қиыншылықтар болып жатса, түсініспеушілік болып жатса, бізге келсе, сол контакттық топта, жұмысшы топта біз толығымен ол мәселені шешіп беруге дайынбыз. Ол кісілермен келісім бар. Ол жерде де жаңа бірінші басшылардың дәрежесінде ол мәселе толығымен талқыланып, ешқандай жаңағы артық кедергілерсіз мәселе жедел түрде шешіледі деп сендіре аламын. Жалпы бұл бағытта осындай жұмыстар. Жақсы, түсінікті. Келесі мәселенің бірі ол кәсіпкер өзінің кәсібін ашады. Одан кейінгі өңкіл мәселенің бірі сол кәсіп өндірген өнімді айналымға енгізу. Кейде жасыратын жоқ, үлкен алпауыт компаниялардікі ғана елдегі болмаса шетелдегі айналымға еніп жатады да, орта шағын кәсіпкерлік кейде құқығы шектеліп жатады, сыртқы айналымға өтпей жатады. Осылардың құқықтарын арттыру мақсатында не істеуге болады? Енді бұл бағытта да бізде палатамен сараптама жүргізіліп, және де бұл бағытта да бірқатар жоспарлар жасақталды. Қазіргі таңда біз мысалы өзіміздің кәсіпкерлердің, осы отандық кәсіпкерлердің, осы өңірлік кәсіпкерлердің өндірген өнімдерін өзіміздің рынокта, нарықта өткізу мәселелерін, және де мысалы мемлекеттік сатып алу саласында, мемлекеттік бюджеттен мысалы қырауыр қаражат бөлініп, мемлекеттік органдарға, мемлекеттік ұйымдарға көптеген заттар сатып алынып отыр. Соның өзінде мысалы өзіміздің отандық
тауар өндірушілер шет қалып кеткен кездері болып орын алып жатыр. Сол мәселені жою бағытында жұмыстар атқарып жатыр. Ол мәселе бойынша мемлекеттік органдармен бізде келісімдер бар. Қазіргі таңда жаңағы бірсыпыра жұмыстар бұл бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Одан бөлек мынау шетелдік нарықта бұл мәселені жаңағы өзіміздің тауарлардың өндірісі бойынша да бізде жоспарлар бар. Және де ол бағытта бізде арнайы бөлім бар палатада. Кез келген кәсіпкер өзінің өндіріп жатқан өнімін басқа шетелде сату мәселесі бойынша қиыншылықтар болса, болмаса қалай соны жүргізем. Мысалы шетелдің выставкалары бар, ярмаркалары бар, соларға қатысу мәселесі. Болмаса жаңағы мынау сауда орындарына орналасу мәселесі бойынша бізге келсе болады, палата өкілдерімен. Оны біз бірлескен түрде қызмет атқарып, оны енді жүйелі түрде атқару бойынша біз өз ұсыныстарымызды орталық аппаратқа да бергенбіз. Ол дәрежеде жұмыс атқарылып жатыр. Көмек бере аламыз. Ғазизбек Иманбекұлы, келесі соңғы сауалдардың бірі болсын. Мынау өзіңіз айтып өтіңіз, кәсіпкерлік қызмет үшін жағдай түбегейлі жақсарту мәселесі бойынша жаңа өзгерістер мен толықтырулар енгізіп заң күшіне енді. Дәл осы заң бойынша кәсіпкерлерге қаншалықты тиімді бұл заң шешімдері, заңда белгіленген тараулар? Енді бұл заң өте үлкен ауқымды заң болып отыр. Жаңа айтып өттім, 129 заңдық актіні қамтыды. Оның ішінде 12 кодекс бар. Және де сол жердегі жаңағы кәсіпкерлік саласын дамыту бағытындағы нормалар, жаңа кедергі келтіріп отқан нормалар алынып тасталынды. Кейбір жерлерге қосымша жазу керек болатын болса жазылды, нақтыланды кейбір нормалар. Бұның енді нақты қай заңға қандай өзгеріс енгізіп, еніп, және де оның қай кәсіпкерліге қандай жағынан жаңағы оң жағынан қай жағынан әсер ететін мәселесі бойынша біз қазір толық зерделеу жүргізіп біттік. Осы аптаның соңына дейін біздің сайтта, кәсіпкер инфо сайтында Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасында толық ақпарат орналастырылады. Және сол жерден көріп, танысып алса болады кез келген кәсіпкер. Енді арасынан жаңағы айтып өттім, жер саласында өзгерістер енді, жаңа тексерулер саласында өзгеріс еніп отыр. Одан бөлек жаңағы салық саласында, кеден саласында, мысалы кеден саласында бұрынғы импорттан товар алып келу болмаса экспортқа товар шығару мәселелерінде де құжаттардың саны азайып, бұл жерде олар бекітілді. Жақсы, түсінікті. Мінекей Ғазизбек Иманбекұлы, біздің сауалымыз өз мәресіне таяп келеді. Арнайы уақыт бөліп бізге сауалдарға жауап бергеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға тек қана табыстар тілейміз. Елде де республикамызда кәсіпкерлік өрлей берсін, елдің әлеуеті арта берсін деген тілекпен хабар түйіндейміз. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермендер, осымен біздің Алдаспан хабары тәмам. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Сау болыңыздар.